12 тамыз халықаралық жастар күні. Жастар қай заманда, қай елде болмасын, асқақ арман мен үміт, биік ар мен өр намыстың символы болып табылады. Жастар күні қарсаңында қала жастары арасында шағын сауалнама ұйымдастырдық. Сауалнама барысында Қазақстанның жаңа ата заңы, құрылтай, кітап оқу мәдениеті және өзге де өзекті тақырыптар бойынша бірнеше сұрақ қойылып, олардың білім деңгейі мен көзқарасын білуді мақсат еттік. Ендеше жастардың жауаптарына бірге куә болып, білімдерін сынап көрейік. Ал бастайық. Сәлеметсіз бе? Мемлекеттік тілді жастар арасында дамыту үшін қандай шаралар өткізу керек деп ойлайсыз? Мемлекеттік тілді, қазақ тілін жастар арасында кеңінен дамыту үшін қазіргі таңда әлеуметтік желі ғой. Әлеуметтік желі арқылы, бұрынғы көнерген сөздерді қайтадан талдау арқылы, және де кино дейміз, кино арқылы көп, мысалға жас балалар көбінесе енді 10-11 сыныпқа дейін зерттеу барысында сол балалар кинодан көп сіңіреді екен өздеріне, қазақша сөздер болсын, басқа сөздер болсын. Сондықтан кино, әлеуметтік желі арқылы қазіргі таңда енді заман сондай болғандықтан, және де кітапты көбірек қолға алу керек, қызықтыру керек, солай дамытамыз. Сәлеметсіз бе? Кітап оқитын ұлт жобасы бойынша естігенің бар ма? Я естігем, мен қатысқаным да. Жоба бойынша қанша кітап оқыдың? Жоба бойынша мен 7 кітап оқыдым. Сол кітаптың ішінде саған қай кітап ұнағаны? Ең ұнаған кітабы Ағаш кітап шығар. Сәлеметсіз бе? Жастар арасында қазақ тілінің деңгейі қандай деп ойлайсыз? Негізі осы қарағанды қаласында жастар арасындағы қарым-қатынастағы именно қазақ тілін айтсақ, бізде ол орташа деңгейде деп ойлаймын. Себебі бізде қазіргі таңда жастар көбінесе орысшаны, сосын қазақшаны қосып бірге айтайды. Өзіңіз қазақша сөйлейсіз ғой? Я өзім қазақ. Үйде қазақша сөйлейсіз? Үйде, оқу орнында да, өзімнің достарыммен араласып жүргенде де қазақ тілімен сөйлеймін. Кітапқа деген көзқарасыңыз қандай? Мен кітапқа деген көзқарасым өте жақсы. Ұнайды кітап оқыған. Соңғы оқыған кітабыңыз? Дулат Исабековтың «Тоқартас» деген кітабы болатын. Өте қатты қызық болды. 2 рет оқығаным да болды. Өте қызық болғаннан. Сәлеметсіз бе? Қазіргі жастардың кітапқа деген көзқарасы қандай? Жақсы деп ойлаймын, өйткені мен өзім қатты жақсы көремін. Және соңғы оқыған кітабым бұл Абай жолы. Және ол маған қатты ұнады. Сол үшін мен кітапқа қатты жақсы қараймын да оқуға тырысамын. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Жаңа конституциядан не күтесіз? Сәлеметсіз бе? Елімізге жаңашылық әкелетінін, жасанды интеллект өте қажет. Кітап оқисыз ба? Я оқимын. Соңғы оқыған кітабыңыз қандай кітап? Соңғы оқыған кітабым «Көшпенділер» кітабы. Здравствуйте, девочки. Как вы относитесь к новой Конституции Казахстана? Положительно. А теперь когда отмечается новый день Конституции в Казахстане? 15 марта. Правильно. Спасибо, девочки. Сәлеметсіз бе? Осы күні сіздер кітап оқисыз ба? Сәлеметсіз бе? Я бос уақытымда кітап оқыған жақсы көремін. Соңғы оқып жатқан кітабыңыз қандай? Соңғы мен Бауыржан Момышұлы шыққан кітап. Рахмет. А вы знаете, когда пройдут выборы в Курултай? 23 августа. Правильно. Спасибо. Здравствуйте. А вы книги читаете? Здравствуйте, да, конечно. Я сейчас читаю книгу про Гарри Поттера и многие другие. А про проект «Читающая нация» слышали? Да, конечно. Участвовали в этой акции? Да. Спасибо большое. Здравствуйте. Что вы знаете о Курултае? Это однопалатный парламент Казахстана. А вы знаете, когда будут выборы в Курултай? 23 августа. А вы книги читаете? Да. Какую последнюю книгу вы прочитали? Я последний раз читала «Путь Абая». А вы какую книгу? Гарри Поттера. Здравствуйте. Книги читаете? Да. Какую книгу последнюю вы прочитали? Перси Джексон «Лабиринт смерти». «Война и мир», 1 том. «Маленький принц». А вы, девочки, что прочитали? «Сумерки». Гарри Поттера, да? Слышали про проект «Читающая нация»? Да. Слышали, да? Что вы знаете о Курултае? Это Новый парламент Казахстана. Правильно. Мағжан Жұмабаев, мен жастар арасында. Арыстандай айбатты, жолбарыстай ғиратты.
қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, тауы барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Бүгінгі жас, ертеңгі көшбасшы. Батыл қадам жасап, үлкен мақсаттарға ұмтылайық. Жастар күні құтты болсын.